жұмысқа ең алдымен бізге көмірді кептіруге арналған муфель пеші және де көмірді суытуға арналған эксикатор қажет болады. Ең алдымен тас көмірімізді аналитикалық таразыда өлшеп алатын боламыз. Яғни 1 грамм өлшеп алуымыз қажет. Содан кейін өлшенген тас көмірімізді фарфор ыдысында жақсылап ұнтақтайтын боламыз. Ешқандай түйіршік болмауы қажет. Ұнтақтап болғаннан кейін таза кептірілген биоксімізді аналитикалық таразыда өзін өлшеп алатын боламыз. Ұнтақталған көмірімізді жаңағы өлшенген биоксімізге саламыз. Салғаннан кейін де оны аналитикалық таразыда салмағын өлшеп алатын боламыз. Муфель пешін алдын ала 105 градусқа дейін қыздырып алатын боламыз. Содан кейін жаңа көмірімізді 2 сағатқа салып қоямыз. 2 сағаттан кейін көмірімізді осы қысқышпен абайлап күйдіріп алмай алуымыз қажет. Көмірімізді ең алдымен бөлме температурасына 5 минут суытып аламыз. Содан кейін эксикаторға салатын боламыз. Кепкен көмірімізді эксикатордан шығарып, аналитикалық таразыда салмағын өлшеп алатын боламыз. Өлшеп алғаннан кейін формулаға салып мәнін есептейміз. Мәні 0,1 граммнан аспауы қажет.